Сәлем қыздар, молочная девушка капкейкі, яғни сүтті қыз капкейкін жасаймыз. Өте жұмсақ, дәмді болатын капкейкі. Және де красный бархат капкейкінде рецептін салатын боламын. Осы видеодан кейінгі видео кіріп көрсеңіздер болады. Біз енді сүтті қыз капкейкін дайындау үшін бізге 2 жұмыртқа қажет. 2 жұмыртқаға 30 граммдай сливочный маслоны қосып араластырамыз. Сгущенка қойылатылған сүтті қосамыз, 1 банкасын қосамыз. Шүйін жақсылап араластырамыз, біріктіріп. Егер тәттісін көп болғанын қаласаңыз, 1 ас қасық қантты қоссаңыз болады. Негізі қойылатылған сүттің өзінің тәттісі бар. Разрыхителді ұнға қосып, ұнымызды илектен өткізе отыра араластырамыз. Шамамен 250 граммдай ұн қосам. Енді кекстің ыдыстарына, қағаздарына құямыз. Ешқандай май жақпаймыз. Барлығын жарты-жарты қылып құямыз. Өзі көтерілетін болады піскен кезде. Міндетті түрде 180 градус жарты сағат пісіреміз. Қатты градуста пісірмейміз, көтерілмей қалуы мүмкін. Мінекей бізде көтеріліп, өте әдемі болып шығды. Піспегенін таяқшамен ортасынан тығып тексерсеңіз болады. Енді крем құятын насатканың көмегімен осылайынан арасындағы тесіп алсаңыз болады. Арасына крем құйсаңыз болады, неше түрлі кремдерді. Мен өзінің сливкиден крем құятын боламын. Енді біз бетіне кремін дайындау үшін мен кілегейді алдым. 33% кілегей, сливки, яғни соның 250 граммдай құйдым жартысын. Сәл араластырып, сәл қою болған кезде 100 грамм сахарная пудраны қостым. Мінекей сәл ғана қоюланған кезде 100 грамм сахарная пудра қостым. Қант ұнтағын қостым. Енді бұны біркелкі араластырып алғаннан кейін қою болып кетпей жатып, творожный сыр қосамыз. Творожный сырдан да 250 қостым. Екеуінің мөлшері бір. Менде бұл өте көп 30-33 штук капкейкке арналатын крем. Бұның мөлшерін азайтып істесеңіздер болады. Тек қана молочная девушкаға ғана мөлшерін азайтып істесеңіздер болады. Не болмаса жартысын басқа да тортқа қолдана бересіздер. Мінекей бізде дайын. Қоюлығы осындай болу керек. Көлемін жақсы ұстап тұратындай. Кремімізді құйып алып, кез келген қалаған насаткаңызбен өз қалауыңызша әсемдеп шықсаңыз болады. Үстіне жеміс-жидектер. Мен осы ортасынан шыққан кекстің өзінің үгіндісін қостым бетіне. Макс сеуіп қойсаңыздар да әдемі. Мінекей неше түрлі әдемі капкейкілеріміз дайын болды. Басқа да түрін көргілеріңіз келсе, менің каналыма кіріп, тіркеліп, басқа түрін көрсеңіздер болады. Өте дәмді болып шықты. Маған ерекше ұнады осы молочная девушка.